Баршаңызға сәлем. Үлпілдек бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін табамызға су мен сүтімізді құямыз. Екеуі де жылы болу керек. Мұздай суға илемейміз. Тұз, шекер, сұйық май, майонез, дрож барлығын қосып араластырып аламыз. Барлығын қосып болғаннан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызды екі бөлікке бөліп қосамыз. Барлық ұнды бірден қоссаңыз, бауырсақ тығыз болып қалады. Керекті заттар тізімін описание бөлімінде төменде қалдырамын. Жақсылап біріктіргеннен кейін бетіне пищевой пленкамызды жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Екі рет көтерілгеннен кейін видеодағыдай қайырып, үшіншісінде жайып бауырсағымызды кесе береміз. Бауырсағымыз толық ашығаннан кейін тура видеодағыдай ұнның үстіне оқтаудың көмегімен жаямыз. Аса қатты жұқа қылмаймыз, 2 мм болса жеткілікті. Диаметрі 5 см ойықпен ойып, астына кухонный полотенцемізге қойып 15 минут қалдырамыз. Қызып тұрған майымызда екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Отты қатты қоюға болмайды. Орташа отта пісіреміз. Қатты отта қойсаңыздар, арасы піспей қалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.